Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі тақырып экологиялық пирамидадағы зат және энергия алмасуы. Екінші сабақ. Өткен сабақта біз трофикалық деңгеймен таныс болған едік. Әдеттегі қоректік тізбектерде 3-тен 5-ке дейін трофикалық деңгей болады. 5-тен көп трофикалық деңгей болатын қоректік тізбектер сирек кездеседі. Себебі қосымша трофикалық деңгейде ағзалар популяциясын сақтау үшін қолжетімді энергия өте аз болады. Мына суретке назар аударайық. Өсімдіктер – продуценттер. Оны жейтін негізгі тұтынушы – карибу. Ал оны жейтін екінші реттік тұтынушы – қасқыр. Ал мына жерде қызыл қанатты қара торғай екінші реттік тұтынушы. Себебі жұлдыз құрттармен қоректеніп тұр. Ал жұлдыз құрт негізгі тұтынушы болып табылады. Кейде адамдардың іс-әрекеті қоректік тізбектерге, сондықтан экожүйелерге де үлкен әсерін тигізуі мүмкін. Мысалы, жоғары деңгейдегі жыртқышты аулау қоректік тізбектің төменгі сатысындағы түрлері үшін елеулі, кейде күтпеген әсер тудыруы мүмкін. Осы секілді балықтың белгілі түрлерінің таусылуы теңіз экожүйелеріндегі басқа ағзалардың популяциясында түпкілікті өзгерістер тудырды. Олардың кейбірі балық өнеркәсібінде кесірін тигізіп отырғаны дәлел. Оқушылар, сіздерге тапсырма. Адамның іс-әрекеті экожүйеге қалай әсер етіп жатыр тақырыбында қысқаша ғана эссе жазып орындай қойыңыздар. Сіздерге сәттілік, назарларыңызға рахмет.